Атырау қаласындағы номері 25-ші Еркемай балабақшасында тәрбие алатын менің кішкентай қызым Ермұханова Жанель өзінің ағаларымен бірге әрдайым таңертең тұрғанда жаттығулар жасап, кешке арнайы осы спорттық алаңға шығып өздері доппен де ойнайды. Және де осындай біздің балаларға арналған спорттық алаңымызда воркаутта денелерін шынықтырады. Бұл біздің өзіміздің отбасымыздың жолдасын Айзиза екеуміздің балаларға кішкентайынан өздерінің салауатты өмір салтын қалыптастыруға үлесін қосып, денсаулықтары мықты болып, спорт шеберліктерін кішкентайынан дамытсын деген ниетпен арнайы спортқа біз жақын боламыз. Біздің отбасымыздың әрбір мүшесі денсаулықтың зор байлығы екенін жақсы түсінеді. Біздер таңертең тұрғанда есік алдына шығып серуендегенді жақсы көреміз. Апта сайын балаларымызбен бірге, кішкентай Жанель қызымызбен бірге де спорт залдарға арнайы барып тұрамыз. Жалпы Жанель қызымыз анасымен бірге биге қатысқанды жақсы көреді. Қызымның бос уақытында бірге үйде шахмат ойнаймыз, аулада есік алдында футбол ойнаймыз, анда-санда жүзуге апарып тұрамыз. Жалпы салауатты өмір салтын ұстану біздің отбасы үшін жай ғана әдет емес, ол біздің өмірлік салтымыз деп есептейміз. Қазақта айтады, ауырып ем тапқанша ауырмайтын жол тап деп. Осы біз үшін үлкен, осы ұран емес, ол ұстаным деп есептейміз.